Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге атына заты сай өте дәмді әрі қымбат көрінетін королевский ватрушка пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұн, какао, разрыхлитель, қант және де щепотка солімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстінен салқын сары майымызды салып, үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Пирогымыздың ерекшелігі осы тестасында, яғни қамыр болып біріктіріліп иленбейді. Тек осылай үгітілмелі теста болып жасалынады. Тестамызды дайындап болғаннан кейін начинкамызды жасауға кірісеміз. Ыдысымызға творог, қант, ванильный сахар және де жұмыртқамызды салып, погружный блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Езіп алған начинкамыздың кішкене бөлігін басқа ыдысқа салып, үстіне ерітілген шоколадымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Шоколад қоспай-ақ тек сүзбенің өзімен жасауға да болады. Бірақ шоколад қоссаңыздар, дәмі ерекше дәмді болып шығады. 22 диаметрлі формамызды дайындап аламыз. Содан кейін тестамыздың жарты бөлігін салып, осындай бортик жасап шығамыз. Астыңғы бөлігін нығыздап біріктіретін боламыз. Содан кейін ақ начинкамызды құямыз. Одан кейін шоколадный начинкамызды құйып шығамыз. Беткі бөлігіне крошкадан қалған бөлігін теуіп шығамыз. Беткі бөлігін ешқандай нығыздамаймыз, яғни сол себілген күйінше қалуы керек. Піскеннен кейін қытырлап ерекше болып тұрады. Беткі бөлігін сеуіп шыққаннан кейін жиегіндегі бортиктерді қасықтың көмегімен осылай төменге түсіріп шығамыз. Және де 180 градус алдын ала қызған пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. Пирогты суытып барып кесеміз. Толықтай суып бір күннен кейін жесеңіздер, пирогтарыңыз одан әрі өте дәмді болып шығады. Осылай пышақтың көмегімен жиегін жүргізе отырып формадан босатамыз. Түрі қымбат көрінгенімен қолжетімді заттармен жасалынады және де өте дәмді әрі өте оңай жасалынады. Менің балаларыма және де отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.